екеуі мықты. Осында тор төрешілер дайын болса, қанекей, құнанжарыс белгі берілген сияқты қадірлі ағайындар. Құнан старт 9 шақырым. Өскентау ауыл. Мұрат. Қаратал ауданы, Қаражиде ауылы. Үшінші Тәжиев Мұрат. Қарқынатты Сайгүлік, Қаратал ауданы. Нөмір 4-ші Еңгидон Шабаев Анатолий, Түркістан облысы Созақ ауданы. Нөмір 9-ші Замангер Қырғызбай Жамбыл ауданы. Нөмір 5-ші Нұртас Тұлпар иесі Тойбаев Дастан Ұзынағаш Жамбыл ауданы. Нөмірі 6-ші Ягуар Тұлпар иесі Қожыртаев жүрген шабандоздар. Жасы сол 10 жас аралығында, 6-7 жас аралығындағы, 8 жас аралығындағы біздің болашақ палуандар ат құлағында ойда отқа біздің кішкентай жары болсын ағайындар. Семен болған сердікім жұмсарда да маған мініп сабатын. Сұмқар ғаны арқам қосып барады, арқам қосып. Әр сайысының иесі ақындары бүгінгі бабы келіскен сайыскер ұлы жеңіс құрметіне және қазақтың қабайы. Құнандар бірінші айналымда аяқтап келеді. Екінші көріп па? Үшінші кетті. Марапасаларына жақтырсаңыздар, көкпар ойының жеңімпаздарымен және біздің палуандар, Албарысты ойын палуандар. Әзірге 3 сайгүлік. Түйісқандаса 3 сайгүлік ағайын. Ішкен асыл жерге қояқ нат сиыр шауы. Әзірге қорқынсыздар, қараңыздар, әлі қамшылайтын кез, тізгінде жіберетін кез әлі қалды. Нөмірі 9-шы Замангер атты сайгүлік, Жамбыл ауданының сайгүлігі. Тұлпар иесі Қырғызбай Нұрының Замангері әзірге топ бастап барады. 2 айдан Зыбетінде топты бастап барады 3 сайгүлік. Одан кейінгі тағы да бір ақылдасқандай 3 сайгүлік қатар кетіп барады. Аттың жанында, түйенің қолында, көшпелі жұрттың ұзаққа Сыпай жауласаған аттабанды жылқысыз батырды Махамбеттен біздерге қатар жеттің. Жері қалмады, асқындағы жылқышын Замарын күзіп шиқыға, жылқыны ақындың ке, жатырың Ey жігіттер, жылқыны ұлықпағын, төрт түліктің үшеуін Ей қазадың, жылқыны ұлықпағын, кәнекей
Qononlar finishni primoyga chiqib keladir. Qanchalik yuqtamay jaratdi deysizmi? Suyur qavmin Екі. Тойбаев Дастан, Жамбыл ауданы, Ұснағаш, Жайсаев деген Қасқан жетіп алам екен еттім бағана. Қасқан жетіп алады. Қамшыға бас, сабылдас қамшыға. Үштігімді, қамшыға сабылдас. 3-4. Жібер. Бес пен алты.